Қайырлы күн, құрметті бәйге қатысушылары. Сіздерден келіп жатқан сұрақтардың басым бөлігі бәйгеге қалай тіркелеміз, бәйгенің кітаптарын қайдан алып оқимыз, тіркелгендігіміз жайлы мәлімет қайда жарияланады. Осы сұрақтарға кішігірім жауап беріп кетсек. Ең алдымен бәйгеге қалай тіркелеміз. Бәйгеге тіркелу үшін өз телефоныңызда браузерді ашасыз, адрес жазатын жерге тұлғаболам.kz деген сайтты тересіз. Сайтқа өткеннен кейін сізде мүмкіндік болады бәйге жайлы толықтай танысып шығуға. Бәйгеге қандай жүлделер тігілген, одан кейін негізгі жүлделерден бөлек рандом сыйлықтарына қалай қатысса болады, оларды қалай ұтып алуға болады. Осы және басқа да сұрақтардың толық жауапты қайдан алуға болады. Осындай бөлімдер бар. Осы бөлімдермен толықтай танысып шыққаннан кейін сіздерге тіркелу бөлімі шығады. Тіркелу бөліміндегі мәліметтерді толықтай мән беріп оқитын болсаңыздар, былай жазылып қойған. Мәліметтерді жеке куәлік бойынша кирилл әріптермен толтырыңыз. Бізде адамдар бірінші тіркелген кезде, мысалы, әкесінің атын жазады, сосын финалға өтейін деп жатқан кезде негізгі фамилиясын жазып қояды, немесе керісінше. Осындай жағдайлар көптеп кездесті. Финалға өтетін кезде ол жағдай бізге, яғни ұйымдастырушыларға қиындық тудырады. Сол үшін тіркелген кезде сіз міндетті түрде жеке куәлік бойынша тіркеліңіз. Не үшін кирилл әріптермен? Себебі дәл сол ситуация басында адамдар латын әрпімен жазып қояды. Сосын мысалы егер финалға өтсе немесе белгілі бір жүлдені жеңіп алған кезде кирилл әріптерін қолданып толтырған болады кестені. Бізде енді бәйгеміздің негізгі шарттарынан болып, алдымен ең басында сайысқа тіркелу болатын, және де кейбір жүлделерді ұтып алу үшін міндетті түрде 3 сайысқа да қатысу керек. Біз сол сайыстарға жүлдегерлер қатысты ма, қатыспады ма, соны тексеру кезінде бізге көптеп қиындықтар туғызады бұл мәліметтер. Егер сіздер басынан бастап осыған мән беріп, жеке куәлік бойынша және де кирилл әріптермен толтыратын болсаңыздар, бізде іздеуде қиындық тумайды. Енді толтыру бөліміне өтейік. Осы жерге өзіңіздің атыңызды, мысалға дейік, Сырымбек Тау. Номеріңізді. Бұл жерге номерді, қандай номерді енгізу керек? Қазір қолданыста тұрған номерді енгізу керек. Ол сіздің WhatsApp номеріңіз болуы мүмкін, немесе қоңырау шалатын номеріңіз болуы мүмкін. Әйтеуір бір істеп тұрған номер, және де міндетті түрде сіздің номеріңіз болу керек. Енді кішкентай біздің іні қарындастарымыз болуы мүмкін, мектеп оқушылар, өздерінде жеке телефон болмауы мүмкін. Олар өздерінің ата-аналарының номерлерін жазса жеткілікті. Енді бізде тек Қазақстанда тұратындар емес, шет елден де қатысып жатқандар болады. Олар мына жерге сол елдің кодын енгізу үшін не істеу керек? Мына жалаудың суретін басасыздар, осы жерде қай мемлекетте тұрып жатсыздар, сол мемлекетті таңдап, номерлеріңізді енгізсеңіздер болады. Номерді енгізіп болғаннан кейін жас ерекшелігін белгілейсіз. Бұл жерде еш қиындығы жоқ. Стрелканы басатын болсаңыздар 5 топ тұрады. Қай топқа жатасыз, сол топты белгілейсіз. Кейін аумақты таңдайсыз. Сіздің қалаңыз немесе ауылыңыз, тұрып жатқан елді мекеніңіз қай облысқа тиесілі, сол облысты таңдайсыз. Немесе мемлекеттік маңызы бар республикалық қалалар болатын болса, 3 қаланың бірін таңдасаңыз жеткілікті. Кейінгі қатарымыз мектеп атауы немесе номері. Егер сіздің мектебіңіздің номері бар болатын болса, 2 мәліметті де енгізсеңіз болады. Мысалға, Абай мектебі, мектептің номері 2. Осы мәліметтерді толықтай енгізіп болғаннан кейін жіберу батырмасын басасыз. Жіберу батырмасын басқан кезде сізге осындай хабарлама шығады. Егер сіз мәліметтерді толықтай толтырған болсаңыз, осы хабарлама шықса, сіз бәйгеге тіркелдіңіз деген сөз. Мән беріп оқып қарасаңыздар, рахмет, сіз бәйгеге сәтті тіркелдіңіз. Мәліметтерді дұрыс енгізген болсаңыз, қайта тіркелудің қажеті жоқ. Мен бәйгеге тіркелдім ба, тексеріп беріңізші деп сұрап жатады. Сізге осы жерде біз хабарлама көрсетіп қойғанбыз. Осы хабарламаны көрсеңіз болды, сіз бәйгеге тіркелдіңіз, ары қарай кітапты оқып, тестіге дайындалсаңыз болады. Одан кейін Telegram тобымыз бар бізде. Telegram топқа жазылу міндетті. Бұл оқырман санын көбейту мақсатында ұйымдастырылған іс-шара емес. Біз оны алдында да ескерткенбіз. Telegram тобымызда бізде негізгі мәліметтер жарияланатын болады. Себебі басқа әлеуметтік желілерде, Инстаграмда айтсақ болады, адамдар кейде оқымай қалуы мүмкін, кейде ол хабарлама ол адамға шықпай қалуы мүмкін, Инстаграмның өзінің алгоритміне байланысты. Сол үшін біз толықтай мәліметтердің барлығын осы Telegram тобымызда жариялап отыратын боламыз. Және де тестіге, болашақта тест болатын күні сілтеме осы Telegram каналға келетін болады. Сол үшін міндетті түрде Telegram каналға жазылыңыз,
Одан кейін мына жерде қоңырау белгісі тұрады. Осы қоңырау белгісін басатын болсаңыздар, егер сіздерде қоңырау белгісі сызылып тұратын болса, оны бір басып ашып қойыңыздар. Сол кезде хабарлама келсе, сіздерде дыбыс ойнайтын болады. Telegram тобымызда біз толықтай мәліметтердің барлығын жариялап отырамыз. Немесе мына жерде ережелер деген документ бар. Осы документті жүктеп алып, осы жерде біздің сайысымыз жайлы толық ақпаратпен танысып шығуға да болады. Негізі бұл жерде толықтай ақпараттар қамтылған. Дегенмен осы ақпараттан тыс сізде сұрақ қалатын болса, қайтадан сайтқа өтесіз. Сайтқа өткен кезде қосымша сұрақтарыңыз болса деген бөлім бар. Осы жерде өз аумағыңызға байланысты батырманы бассаңыз, бірден WhatsApp-қа жібереді сіздерді. Сол WhatsApp номерде өзіңіздің аумағыңыздың операторына керекті сұрақты қойып, одан жауап ала аласыздар. Келесі ең көп қойылатын сұрақ: бәйгенің кітаптарын қайдан алып оқимыз? Бәйгенің кітаптарын ең алдымен Дария деген қосымша бар. Осы сайтта мына телефонның үстінен басатын болсаңыздар, бірден жүктеу бөліміне өткізеді сіздерді. Осы жерде жүктеп аласыздар қосымшаны. Жүктеп алғаннан кейін қосымшаға кіретін болсаңыздар, ең үстінде Тұлға болам 3 бірінші кезең кітаптары деп жазылып тұр. Енді бұл жерде 5 топқа 5 кітап бекітілген, өсу реттілігімен орналасқан. Мысалы, ертегілер жинағы 1 мен 2, әр кітапты басатын болсаңыздар, қай топ екені ішінде жазылып қойған. 3 пен 4-ке Бауыржан деген бала бар деген кітап, 5 пен 7-ге Бір атаның балалары, одан кейін 8-12 сыныпқа Сүлеймен патшаның кеніші, ең жоғарғы топ, яғни ересектер мен студенттер тобы Сүлеймен Қарақшы кітабын оқиды. Бұл кітаптың бізде аудио нұсқасы да бар. Егер кітаптың ішіне кіретін болсаңыздар, аудио кітабы бар деген батырма тұратын болса, бұл кітаптың аудио кітабы бар деген сөз. Осы батырманы басып, аудио кітапқа өте аласыздар. Аудио кітап тегін. Осы жерден мазмұны арқылы кез келген бөлімді тыңдай аласыз. Немесе егер сіз тіркелген болсаңыз, аудио кітапты офлайн өзіңізге жүктеп алып, осы бағдарлама арқылы тыңдай алатын боласыз. Келесі мәселе: егер сіздің телефоныңыз ескі немесе Дария қосымшасы сізге жазылмай жатса, біздің Telegram тобымызға өтесіз. Telegram тобымызға өтсеңіз, закрепленное сообщение деген бөлім тұр. Осы сообщениені басасыздар, сіздерді кітаптарды жүктеп алу қатарына алып барады. Осы жерде бірінші кезең кітаптарын төмендегі сілтеме арқылы Word және PDF нұсқаларын жүктей аласыз деп бір сілтеме көрсетіп қойған. Осы сілтемеге өтетін болсаңыздар, сіздерде мүмкіндік туады. Мысалға дейік, ересектер тобы басатын болсаңыздар, Word және PDF нұсқада кітаптар тегін жүктеледі. Құрметті бәйге қатысушылары, сіздерге сәттілік.